Армысыздар көз қарақты көрермен. Бүгін сіздермен бірге Екізер Сұлтан. Бүгін біз сіздермен квадрат теңсіздіктерді шығарып үйренетін боламыз. Ендеше квадрат теңсіздіктер дегенге бірінші анықтама бере кетейік. Квадрат теңсіздіктер. Квадрат теңсіздіктер дегеніміз ax квадрат плюс bx плюс c кіші нөлден. Немесе ax квадрат плюс bx плюс c үлкен нөлден. Бұл бізде екі жағдай, бұл бізде қарапайым жағдай, ал былай бізде ax квадрат плюс bx плюс c кіші немесе қатаң нөлден кіші болады. ax квадрат плюс bx плюс c үлкен немесе қатаң нөлден. Бұл бізде бүкіл квадрат теңсіздіктерде 4 жағдай деп аталады. Квадрат теңсіздіктер біз параболаны анықтау үшін жасаймыз. Егер біз бұл жерде парабола біздің аның таңбасына байланысты. Егер парабола аның таңбасы нөлден кіші болатын болса, бұл бізде парабола минус таңбамен керісінше бағытта. Ал егер нөлден үлкен болса, үлкен бағытта осылай ашылатын болады. Бұл бізде квадрат теңсіздіктердің жағдайы болып саналады. Ал енді квадрат теңсіздіктерді есептер шығарып көрейік. Квадрат теңсіздіктерге қысқаша есептер және де түсіндірме ретінде. Бірінші есеп x квадрат минус 10x кіші 11-ден. Бұл біздің қарапайым есебіміз секілді. Енді x квадрат минус 10x 11-да теңдіктің ана бетіне өткізетін боламыз. Теңсіздіктің минус 11 таңбасын өтетін болады кіші 0-ден. Енді теңсіздіктер арқылы біз аралықтармен теңсіздіктердің жауабымыз аралық арқылы шығаратын боламыз. Және де бұл квадрат теңдіктерге ұқсайды. Ал шығарып көрер. Осы есепті шығарып көрер қазір. Бұл дискриминантпен шығарамыз бұл есепті. Дискриминанттың формуласы бізде минус b-ның квадраты минус 4ac. Шығаратын болады. Дискриминант тең болады. b-ның квадраты бізде 100, азайтылған 4, ac бізде 1, c бізде минус 11. Бұның жауабын бұл жерде бізде 44 болады. Енді 100-ге қосып жіберсек 144. Дискриминанттың жауабы 144 болды. Енді x-ті табайық. x1. x1 дегеніміз минус b плюс минус түбірасындағы дискриминант бөлінген 2a тең минус b бізде b-мыз бізде минус 10-ға тең, минус 10 минус 10 минус дискриминанттан 144 бөлінген 2 көбейтілген 1. Бізде минус пен минус плюс болып кетеді. Плюс болып кеткендіктен бізде плюс 10 азайтылған 12. 144-тен түбірасы 144-тен 12 шығатын болып, және 2-ге бөлеміз. Бұл деген бізде минус 1-ді береді. x2-ні табайық. Дәл сондай минус пен минус плюс болып кетті. Бұл жерде плюс 10 болады. Және де бұл жерде плюс дискриминант болады. Түбірасындағы плюс дискриминанттан бізде 12 шыққан болатын, және де 2-ге бөлеміз. Енді 10-ға 12-ні қосып 2-ге бөлетін болсақ, бізде 11 деген сан шығады. Енді бұның жауабын анықтау үшін аралыққа салатын боламыз. Бізде айтпақшы, бізде таңбаны анықтау үшін мынандай жағдай бар. Егер үлкен немесе кіші бізде осындай жай болатын болса, онда бізде мынандай аралықтағы нүктені шеңбер қоямыз. Ал егер үлкен немесе кіші қатаң болатын болса, онда біз аралықта бұны шеңберімізді бояп қоятын боламыз. Және де осындай жағдайда біз жай жақша, ал қатаң жағдайда тік жақша мен жауапты белгілейтін боламыз. Ал ендеше көрелік, бізде бұл жерде жай болғандықтан шеңберімізді шеңбер алып қоятын боламыз. Және де бізде минус 1 мен 11. Және таңбамызды біз қалай анықтаймыз? Таңбаны a-ның алдындағы таңбаға қарайтын боламыз. Және де x квадрат. x квадраттың алдына қараймыз. x квадраттың алды бізде плюс болғандықтан біз таңбамызды плюстан бастаймыз. Плюс, минус, плюс.
бізге керек аралық нөлден кіші аралық, нөлден кіші аралықтар бізде минус болғандықтан осы жақты бояймыз. Енді жауапқа көшелік. Жауап бізде жай болғандықтан жай жақша кетеді. -1 мен 11 арасы. Бұл біздегі осы есебіміздің жауабы болып саналады. Тағы да бір есеп шығарып көрелік. Мінекей екінші есеп. Екінші есебімізді шығарып көрелік. X квадрат плюс 6x үлкен минус 9-дан. Дәл жеңіл жаңағыдай жағдай 6x минус 9-мызды теңсіздіктің келесі бетіне өткізетін болсақ, плюс 9 болады үлкен 0-ден. Дискриминантпен шығарамыз. Дискриминант ең болады минус b-ның квадраты бізде 36 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 9 тең болады бізде 0. Бұл дегеніміз мына теңдіктің тек бір ғана жауабы болады деген сөз. X-ті табайық. X-ті табу үшін бізде минус b бөлінген 2a тең. Минус b бізде b-мыз 6, демек минус 6 бөлінген 2 көбейтілген 1 тең болады минус 3. Бұл біздің теңдікке салатын болсақ, бізде жай болғандықтан біз оны боямаймыз, жай ғана қоршап қоямыз. Минус 3. Бізге керегі аралық 0-ден таңбаны анықтап алайық. Бірінші таңба бізде x квадраттың алды плюс болғандықтан плюстан басып плюс минус. Бізге керегі аралық плюс сандар. Сонда біздің жауабымыз минус 3 және де плюс шексіздік. Тағы бір есеп шығарып көрелік. Үшінші есебіміз. Минус x квадрат минус 3x кіші қатаң белгісімен 2-ден. Енді шығарып көрелік. X квадрат минус 3x 2-ні теңдіктің мына бетіне өткіземіз. Теңсіздіктің минус таңбамен өтетін болады 0-ден. Ал шығарып көрелік. Дискриминант тең болады 3-тің квадраты бізде 9, азайтылған 4 көбейтілген асы бізде минус 1, сымыз бізде минус 2 тең болады бізде мына минус пен минус плюс болып кетеді. Демек 9 азайтылған 8 тең болады 1. Ал дискриминанттың жауабын x1-ді табайық. x1 тең x1 шығаратын болсақ минус b минус түбірасында дискриминант бөлінген 2a. Бұны шығаратын болсақ минус b бізде минус 3, демек ол бізде плюс беретін болады 3 азайтылған дискриминанттан 1-дің өзі шығады бөлінген 2 және де бізде a-ның мәні минус 1 болғандықтан минус болады. Демек 2 бөлінген минус 2. Бұл деген бізде минус 1-ді береді. x2-ның мәнін табайық. x2 бізде 3 плюс дискриминант түбірасынан 1-дің өзі шығады бөлінген минус 2. Бұл дегеніміз 4-ті бөлеміз минус 2. Бұның жауабы минус 2. Ал енді аралыққа салайық. Бізде қатаң болғандықтан біз нүктелерімізді бояймыз. Және де минус 2 менен минус 1. Таңбаны анықтайық. Таңбаны x квадраттың алды бізде минус болғандықтан таңба минустан бастайды. Минус плюс минус. Бізге керек жағдай минус 0-ден кіші сандар. Ол деген бізде минустарды береді. Минустарды белгілейтін боламыз. Ал жауапқа келейік. Жауапқа келетін болсақ, жай жақшамен минус плюс минус шексіздіктер арасында жай жақшамен жабылады. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейін бізде қатаң болғандықтан бізде тік жақша орналасады. Тік жақша минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Бұл біздің есебіміздің жауабы.
Бүгіндікке осы, келесі кездескенше біз қоштаспаймыз. Тіркеліп лайк баса кетейік. Бүгінге осы, жақсы, сау болыңыздар.